di cuore dove il frizzo Белгілі опера әншісі Мария Калластың айтуы бойынша, әнші оркестрдің басты аспабы. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз Астана опера театрының жетекші әншісі, Қазақстанның опера өнерінің жұлдызы Жұпар Ғабдуллина. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Менің бірінші сұрағым сіз жайлы. Сіз консерваторияда және музыкалық колледжде домбырашы күйші ретінде оқуды бастаған екенсіз. Ән айтуға қалай келдіңіз? Жалпы енді кішкене кезден ауылда өскен кезде халықтың қанша әндерін ата-анамыздан немесе дарынды өзіміздің ауылдың өнерпаз жастарынан, ағаларымыздан, апаларымыздан тыңдап жүрдік. Сондықтан да енді күйге баулып, күйші болсам екен деп аңсап, Семейдің музыка колледжіне барып оқуға түстім. Тамамдаған соң әрине ары қарай енді жалғастырып консерваторияға. Содан менің Семей Мұқан Төлебаев атындағы музыка колледжінің ұстазым, өзім тәлімгерім Малаев Серік Рамазанұлы: Жұпар, осы сенің әдемі сопрано даусың бар, сен осы күйші емес, күйшілер көп, мүмкін әншілікке жол бұрасын деп маған ақыл кеңесін берген еді. Содан Құрманғазы атындағы консерваторияда қайтадан дайындық курсынан бастадым. Сіздің туып өскен жеріңізден шыққан өнер майталмандары бар ма? Соларды атап өтсеңіз. Әрине, біздің ауыл кішкене ғана ауыл болса да, Аягөз ауданының Тарбағатай ауылы үлкен дарынды композитор шыққан, жазушылар шыққан, ақындар шыққан. Айта кетсем, Тұрсынғазы Рахимов біздің ағамыз, о кісі енді бүкіл халық білетін шығар, Сәби болғым келеді әнін Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған. Сол әннің композиторы, авторы. Және де қазіргі енді жастарды айтатын болсам, біздің өзіміздің Медет Салықов бар, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор, көптеген қазіргі эстрада әншілеріне ән жазып жүрген талантты. Және де әншілерді айта кетсем, Толу ағамыз бар, Қанат ағамыз бар. Енді кім мені таниды, о кісілер кім туралы айтып отырғанды біледі. Рахмет. Маған қызығы, опера әншінің бір күні қалай өтеді? Енді қазіргі осы 2-3 айда біздің енді режим бұзылды, әрине. Бірақ мына бүкіл індетке байланысты. Бірақ негізінде опера әншісі енді тым ерте тұрады деп айта алмаймын. Өйткені дауысқа ұйықтап, жақсы демалған дұрыс. Және де менің үйімде күндіз түні өзім сүйетін сүйікті әншілерім ойнап тұрады. Музыкасын, операларын, сүйікті операларымды қойып қоямын. Былай қарасаңыз, күндіз түні қосылып тұрады деуге болады. Содан енді әрине біздің көптеген жаттайтын шығармаларымыз бар, айтатын операларымыз бар, немесе бір концерттеріміз болады, жаңа ән жаттаймыз, театрдағы жұмыс бар. Және Шабыт өнер университетінде мен ұстаздық етем. Сонда жұмысым бар, немесе кей кездерде гастрольдік сапарда боламын. Әр күнім әртүрлі өтеді деуге болады. Күнде бір нәрсе қайталанбайды. Сіздің сүйікті әншіңіз бар ма? Опера әншісі. Осы сұрақ өте қиын сұрақ мен үшін. Дауысыма келетін әншілерді, әлемге әйгілі әншілерді тыңдаймын ғой. Соның ішінде енді әрине сіз жаңа айтып кеткен Мария Каллас менің өзімнің пір тұтатын ұстазым деуге болады. Мен сол кісінің Мария Калластың мына үнтаспасынан запистерін тыңдаған кезде
шынында да мен ол кісіні танитын сияқтымын. Ол кісінің демалған әннің фразаның ортасында айтамыз ғой, демалысына дейін мен сезетін сияқтымын. Соны өзім жақын өзіме тартамын. Сол Мария Каллас және де Монсеррат Кабалье, Гена Димитрова деген өте болгардың өте керемет әншісі бар. Мира Фрейни, Тебальди, Рената Тебальди өте жақсы көріп тыңдайтын әйгілі әншілердің бірі. Жапонияда кейбір дәстүрлі театрларда билеттің ақысына тағамды кіреді екен. Сол тағаммен театрдың ішіне кіріп, өнерді солай тамашалап отырады екен. Сіздің соңғы гастрольдеріңіз қай елде болды? Осындай елдердің ерекшеліктерін байқадыңыз ба? Енді Жапон халқы өзі философиямен сондай келетін халық қой. Мүмкін бар шығар, мен негізінде бірінші рет естуім. Маған бір былтыр ғой деймін, осы 19 жылы біздің Астана операның үлкен гастрольдік сапары болды Венгрияға. Сол кезде Будапешт қаласында және де Печ қаласында екі үлкен гала концерт бердік. Сол кезде халқы шапалақтауы бөлек, қалай айтсам екен, жаймен бастап барлығы емес сияқты болып көрінеді басында, ешкім шапалақтамаған сияқты. Одан кейін шапалақтың екпіні де, одан кейін браволар, бис деген кетеді, сондай бір ерекше, соны таңғалдық біз. Бас кезінде бірінші, екінші номерде шығып концертте ән орындаған әншілер шыққаннан кейін айтып шығады ғой шығармаларын. Сол кезде айтып жатты, мүлдем шапалақтамайды екен деп ойладық деп. Олардың өзінің шапалақтаудың дәстүрлі бар екен деп, соған біз күлгенбіз. Шынында да әр елдің өзінің, біздің шапалақтау әртүрлі. Біздің Қазақстанда да Абай театры мен Астана операның көрермендерінің де шапалақтауын біз сезінеміз. Екі сахнада екі түрлі. Сахнаға шыққан кезде өзіңізді бақытты сезінесіз бе? Жалпы тек қана сахна емес, мына өнер жолында жүргеніме мен бақытты сезінем. Өнерде тек қана сахнада ғана бақытты болу емес, әр күнің осы өнермен байланысты, өмірің өнерге айналды деуге болады. Сондықтан да менің әр күнде де бақыттымын деп сезінем. Рахмет. Ла Скала немесе Метрополитен опера сияқты театрлар сізді шақырса барар ма едіңіз? Әрине барар едім. Ол әр әншінің, менің ойымша, әр әншінің ол арманы деп ойлаймын. Енді мына Ла Скала театрының жанындағы академияда стажировкадан өттім ғой. Сол кезде театрға күнде болмаса да енді спектакльге барып тамашалап, сол жерде керемет әншілердің, керемет дирижерлардың өнер көрсеткенін елестетсең, үлкен тарих, өзімнің денемде түршіккенін мен сол кезде сезінген болатын. Өйткені тарихи жер өзінің бір аурасы болады. Соны сезіне бөлу, менің ойымша, енді Метрополитен операда болған жоқпын. Егер де ол жерге барсам да, мен ойлаймын, ол жерінде өзінің ерекше аурасы бар. Сіз опера сахнасына шыққанда түрлі костюмдер, киімдер киесіз. Сондай бір ыңғайсыз киім киген жағдайлар болды ма? Салмақ жағынан ауыр киімдер киіп көрдім. Ол сахнада бір жағынан енді менің даусым лирика, драматикалық сопрано болғандықтан, менде әлгі шошаңдап жүгіру немесе ондай мизансценалар аз болады. Сондықтан да бірақ ауыр киіммен отырып тұрғаның, құлағаның, жүргенің, кейбір көйлектердің салмағы 10-12 килограммға дейін барған.
сондықтан да оны көтеріп және де бүкіл сол сценаны ойнап шығу ол қиынға соғады. Алматыдан Астанаға көшіп келгеніңізге 7 жыл болыпты. Осыған орай қандай қиыншылықтар болды? Ауа райына байланысты? Сіз дұрыс таптыңыз. Осы ең бірінші біздің әншілерге енді көп келе бермейтін қысы қатал, қарлы, боранды, аяз көп, сол әншілерге өте қиын. Қазір үйреніп кеттік, өзімізге ұнайды, театрымызда ұнайды, Астанада ұнайды, Нұр-Сұлтан да ұнайды. Енді 7 жыл шамасында көптеген өзгерістер болды біздің көрермендердің арасында да. Өйткені бас кезінде шетелден ғана келген азаматтар болса, көрермендер, қазір енді өзіміздің Қазақстанның түпкір-түпкірінен Астана операны көру үшін, әншілерін тыңдау үшін, премьераларын тамашалау үшін өзіміздің Қазақстанның да халқы операға, Астана операға келеді. Өте жақсы. Сол үшін қуаныштымыз. Сіз басында шәкірт тәрбиелеймін деп айтып кеттіңіз. Осы ұстаздық тәжірибеңіз туралы айтып кетсеңіз. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші. Менің ең бірінші осы ән салу сабағы немесе дауыс қою деген бар ғой, сол Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясынан басталды. Екінші сатысы бар ғой, колледж. Сол жерде 5 жыл сабақ бердім. Мына музыкалық драма актерларын дайындайтын факультетте. Содан Құрманғазы атындағы біздің ұлттық консерваториясына ауыстым. Ол жерде де вокал кафедрасында мамандық бойынша сабақ бердім. Енді қазір осы жерде Қазақ ұлттық өнер университетінде сабақ берем. Маған жалпы ұнайды, өйткені мен ұстаз бола жүріп, өзіме де өзімнің қателіктерімді, өзімнің тәжірибемді жинадым десем болады. Білмеген қателігімді өзім студенттермен бірге үйрендім. Әлгі айтады ғой, тәжірибемен келеді. Опера жалпы 2 күн оқып, 3-ші күні әнші болады мамандық емес. Опера мамандығы өте, опера әншісі деген мамандық, ол өте қиын мамандық, жалпы үлкен жауапкершілікпен келетін мамандық. Сондықтан да ұстаз ең бірінші опера әншісі болғыларыңыз келсе, шәкірт тәрбиелеп, ұстаздық етіп, сол бастапқы кезде өте жақсы көмектеседі. Сол жағымен де ұнайды. Ал жас әншілерге үлкен сахнаға, опера сахнасына шығу оңай ма? Қазіргі кезде оңай сияқты. Енді біздің кезімізде оңай болмайтын. Өйткені біз енді анандай айтады ғой, кассета, ленталы, кассета, романтика деген магнитофондар болатын. Сондай кассетаны біреуден көшіріп, сапасы нашар болуы мүмкін. Сонда да өзімізге ұнаған арияларды іздеп тауып, бір күнге болсын сұрап алып, сөйтіп достарымыздан сөйтіп жүретініміз. Қазір енді мына интернеттің заманы, техниканың өскен заманы. Қазір әрбір опера әншісі болам деген әншілер онлайн дейміз ғой, интернет жүйесі арқылы мастер-класс алып жатады. Сол жағымен қазір оңай сияқты болып көрінеді. Біздің кезімізде Европа тұрмақ, шынында да мына Москваға барып оқудың өзі, оған барудың өзі, немесе тыңдалудың өзі өте қиын болатын. Және де бір сол қиын заманда оқыдық, мен өзім оқыдым, 90 жылдары өте қиын замандар болды. Қайта құру демекші. Қазір армандар жоқ шығар деп ойлаймын. Жалпы жас опера әншілерін өзім егерде көрсем,
тыңдасам, бір жерде концертте көріп қалсам, тыңдап, сол кезде маған дауысы ұнаса, таланты болса, дарыны болса, осындай ұстаз бар еді Италияда деп жол көрсетуге соған ынтығып тұрам, өйткені талантты жастарды қолдау керек. Менің де ойымша, интернет арқылы талантың болса, ақыры бір шығуға болады, ақыры бір өзіңнің жолыңды табуға болатын сияқты. Сол ең басты мәселе ол енді еңбек қой, еңбек. Тек қана еңбекпен ғана барлығын жеңуге болады. Күнделікті бізде мына спортсмендер сияқты күнделікті дауысымызды машықтандырамыз, немесе 2 күн ән айтып, 3-ші күні ән айтпай қалу деген жоқ. Өйткені біздің дауыс егерде айтамыз ғой, формадан дейміз, өзінің шыңдау жетілген кезі болады ғой, өз дауыстың сапасының, сол сападан түспеу керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін күнделікті еңбек ету керек. Күнде дайындық. Прима балерина болу үшін балет артистерінің арасында бәсекелес, бақталас деген сияқты жиі болады деп естиміз. Ал әншілердің арасында ондай бола ма екен? Енді өнер жолы ол 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дейді ғой қазақта. Сондай талантты, дарынды жастар көп. Бәсекелестікте бар шығары мүмкін. Бірақ мен өнер жолы тек қана бәсекеден тұрады деп ойламаймын. Жалпы ең бірінші менің өзімнің, егерде өзіме келсем, мен ешкіммен бәсеке құрмаймын, және де бәсеке іздемеймін де. Мен өзіммен өзім бәсекелестік жасаймын. Менің ішімде, миымда сайрап тұрады, қалай орындалу керек екені естимін, жүрегіммен естимін, көкірегіммен, көкірек көзім мен естимін деуге болады. Бірақ сол бүгінгі осы минутта екеуі сәйкестік келмеген кезде мен ренжимін, өз-өзіммен бәсекелеспін. Өйткені сол өзім қалаған сол қалыпқа, мен сол биік деңгейге қазір осы сағатта, осы минутта бірге сәйкестік әлі күнге дейін тапқан жоқпын. Сондықтан да енді бәсекелестік деген мен үшін солай. Астана және Атырау қалаларында Эрик Құрманғалиевқа арналған концертіне қатысыпсыз. Осы концерт туралы айтып кетсеңіз. Өте бір тамаша концерт болды деп айта аламын. Ұйымдастырушыларға өте көп рахмет. Мира Досова құрбымыз ұйымдастырып, осы үлкен деңгейде өтті деп ойлаймын. Өйткені бір Қазақстанның бір сахнасында ешқашан 3-4 контртенор немесе контральто дейміз ғой, дауыстар жиналған емес. Өкінішке орай Эрик Құрманғалиев енді жастай өмірден өтіп кетсе де, өнер жолында өте үлкен бізге жас ұрпаққа өнерін қалдырып кетті. Айтамыз ғой, кезінде қадірлеп, құрметтей алмаған шығар. Бірақ қазір мен ойлаймын, Эрик Құрманғалиевке арналған үлкен 2 концертте халық көрерменнің ылық толы болды. Сондай біз енді сол кісінің репертуарынан шығармалар орындадық қой. Сондықтан да халық күткен шығар, сол әндерді сағынған шығар, қаншама жолдастары келді. Мен осы концерт жиі болып тұрса екен деп ойлаймын. Ал осымен менің сұрақтарым тамамдалды. Сізге көп рахмет, келіп сұрақтарыма жауап бергеніңізге. Сізге де рахмет. Өнеріңіз ары қарай өрлей берсін, биік шыңдарды бағындыра беріңіз. Амин, рахмет жаным. Сіздердің назарларыңызға көп рахмет. Менің YouTube арнама жазылып, пікір қалдырып, лайк басуға ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыз.